Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Арайлым. Бүгін мен сіздерге өте дәмді көжен рецептісін ұсынамын. Жаздың ыстық күнінде шөлді қандыратын әрі пайдалы болып келетін көжен рецептісімен танысуға кеңес беремін. Видеоны соңына дейін қараңыз. Ең алдымен бізге перловка қажет болады. Перловка кез келген дүкенде сатылады. Бізге шамамен 200 граммдай қажет болады. 200 грамм перловканы жақсылап 5-6 рет таза сумен жуып алатын боламыз. Жуылған перловканы енді біз қайнататын қазанымыздың ішіне салатын боламыз. Қазанға шамамен 5 литрдай су кетеді менде. Сіздер өздеріңіздің қазандарыңызға қарай суды құюларыңызға болады. Бірақ 4 немесе 5 литрдай су керек болады 200 грамм перловкаға. Енді қайнататын боламыз. Қайнағаннан кейін астын төменгі мөлшерде қойып 40-45 минуттай пісіретін боламыз. Піскеннен кейін дәміне қарай тұз қосамыз, жақсылап араластырамыз. Біздің перловкалар жақсы болып пісті. Мен бұл жерде қатық қосатын боламын. Сіздер қатық болмаса, оның орнына айран қоссаңыздар болады. Айранмен де өте керемет болып шығады. Мен қышқыл дәмді жақсы көргендіктен қатық қостым. Тоңазытқышқа салып қоямыз, яғни біздің көжеміз салқын болу үшін. Менде бір күндей тоңазытқышта тұрды, біздің көжеміз дайын. Достар, дәл осы рецепті жасап көруге кеңес берем қайталап. Жаздың ыстық күнінде ыстық көже ішкенге не жетсін. Әрі өте пайдалы, қолжетімді ингредиенттермен ғана жасалынады. Сіздермен болған Арайлым. Егер сіздерге рецепт ұнаса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Егер сіз жаңа оқырман болсаңыз, онда подписаться деген нүктені басып, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта жаңа видеолардың барлығын үзбей бірінші болып көретін боласыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.